Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында бір қойшы қой бағып жүреді. Сонда қойына қасқыр шабады. Қасқыр келіп бір қойды тістеп алып кетіп бара жатқан кезде жаңағы қойшы барып қасқырдың аузынан айғайлап жүріп қойын жұлып алады. Сонда дейді, жаңағы қасқыр асықпастан қойшыға қарап, екі аяғын артына тастап, екі аяғын алдына қойып, құйрығын жанына шығарып, жаңағы қойшыға айтады дейді, «Әла таттақиллаха», «Ей, Құдайдан қорықпайсың ба?» деп. Сонда қойшы тұрып айтады, «Ей, сен қасқыр қалай сөйлеп тұрсың? Адам сияқты. Қалай мен Құдайдан қорқуым керекпін?» десе, «Менің рызығымды аузымнан жұлып алғанға Құдайдан қорықпайсың ба?» дейді. Сонда қойшы тұрып айтады, «Я ажаби, мынау не деген ғажап? Сен өзің менің қойымды тартқанменен қоймай, адам сияқты маған сөйлеп тұрсың ғой» деп айтты дейді. Сонда жаңа қасқырдың айтқаны, «Әла ухбирука би ажаби мин залик». Саған одан да ғажап хабар берейін ба деп айтты дейді. Сонда қойшы тұрып айтады, «Я, айта ғой» дейді. Сонда қасқырдың айтқаны, Ясрибте, енді Медине қаласын айтып жатыр, бұрынғы аты Ясриб. Ясрибте Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бар дейді. Ол бұрынғы өзінен өтіп кеткен хабарларды айтып жүр дейді. Яғни бұл біздің қазіргі тұрысымыз, менің сөйлеп тұрғаным саған ғажап болып тұратын болса, бұрынғы өтіп кеткен хабарларды айту бұл одан да ғажап қой дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайында хабар береді. Сонда жаңа қойшы ана қасқырдың сөйлегені бар, өзі үрей ұшып, қойларын тез айдап, Медине қаласына барып кіріп, қойын қорасына тез қамап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға барып айтады. Сөйтсе пайғамбар саллаллаху жамағат намазына тұрғалы жатыр екен, пайғамбарға айтып үлгереді. Жамағат намазы біткеннен кейін қойшыны шақырып алады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, енді осы менің сахабаларыма хабар бер осы жайында дейді. Қойшы тұрып айтып береді, мен қой жайып жүредім, бір қасқыр қойымды тартып әкетті, одан тартып алдым. Сонда адам сияқты сөйлеп, Құдайдан қорықпайсың ба деп айтты. Сіздің өтіп кеткен шақтан хабар беріп жүргендігіңіз жайында, бұрынғы хабарларды айтып жүргендігіңіз жайында хабар берді деген кезде сахабалар таңғалып тұрады. Алланың елшісі, бұл хайуан сөйлей ма дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, менің жаным оның қолында болған Алла менен ант етейін дейді. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ант ішіп айтып жатыр да, тіпті адамдардың жануарлары сөйлей бастайды, ол қияметтің белгісі дейді. Яғни сенің есігінің алдындағы 4 түлік қойың ертең қияметке жақын, 4 түлік малың қияметке жақын сөйлеуі мүмкін әбден. Және айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, тіпті ұстап жүрген қамшының ұшы сөйлей бастайды адамдарға дейді. Аяқ киімінің бауы сөйлей бастайды. Тіпті өзінің саны көшеге шығып кететін болса, далаға шығып кететін болса, үйінің әһілдері, яғни әйелі, бала шағасы не істеп жатыр, сол жайында өзінің саны хабар беріп жатады дейді. Қараңыз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында болған бұл ғажап бір оқиға.